Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында әрі оңай әрі тез дайындалатын өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Әдетте мен бұл пирогты миксерде істеймін. Ол үшін біз ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан кейін барып қантымызды салып, жақсылап бір 30 секундтай араластырып аламыз миксерде. Бұл пирогты тек миксермен ғана емес, сонымен қатар қолмен де араластырып та істеуге болады, немесе торт жасайтын кәдімгі взбивалкамен де істеуге болады. Кішкене араластырғаннан кейін үстінен 2 ас қасық майонез саламыз. Жарты минуттай араластырамыз, содан кейін үстіне ержетілген бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Барлығын тағы да бір рет 1 минуттай жақсылап араластырып аламыз да ыдысымызға құямыз массаны. Ендігі кезекте бізде мына жерде ұн және разрыхлитель. Барлығын ыдысқа салып, біркелкі масса шыққанша қолымызбен араластырамыз. Бұл пирогты кез келген формада пісіруге болады. Мен форманың астына пергамент қағазын төседім және үстіне массаны құямыз. Пирогымызды қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Соңында осындай тез әрі дәмді дайындалатын пирог пісіп шығады.